Бәріне сәлем, есімім Жанар. Менің арнама қош келдіңіз. Бұл видеода мен өзімнің ас үйімді тазалап жинайтын боламын. Біз жақында ғана осы үйге көшіп келген болатынбыз. Мебель, ыдыс-аяқ, ас үйге керекті электронды тауарларды әлі толығымен алмадық. Және де енді орналасып жатырмыз. Бұл менің ас үйім. Осы бөлмені бүгін жинастыратын боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, кәдімгідей кірленіп, шашылып кеткен екен. Өйткені жақында ғана қонақтарды күткен болатынбыз. Жинап реттеуге уақытым болмады. Сіздермен бірге жинастырып тастайтын болам бүгін. Ал ендеше бастайық. Бір холодильниктің ішінен осыншама зат шықты. Қазір мына продуктылардың барлығын реттеп, қайтадан әдемілеп холодильникке салатын боламын. Холодильниктің қасына полочкалардың барлығын алып жуамыз. Холодильникті жуып болдым. Енді келесі кезекте осы шкафты жуатын болам. Ана шкафтың ішіне қараңыздар, бұл жерге мен май, чай, тұз, приправа, тамаққа керекті заттарды салып қойдым. Өйткені мына жерде тамақ істеп тұрған кезде ыңғайлы да осы жерден ашып алғанға. Сол үшін осы полканы осындай заттарға арнағам. Енді қазір қараңыздар, мына жерде май, тұз барлығы неге мебельге сіңіп, мына жердің барлығы май болып тұр. Соны қазір мен осы жерді бірінші жуып алып, сосын кейін мына жерге специальный пленка төсеп қоям, чтобы каждый раз мебельді қырып жұму үшін пленканы алып сүртіп алу үшін. Осы жерді мен организовать еткім келіп тұр. Бұрыштар, сосын кейін тұз, барлығы бір әдемі ыдыстарда тұрса екен деп, осы жерге енді организация жасау керек. Ол үшін енді заказ беруім керек. А пока осылай қалай тұр, солай жинап, реттеп сүртіп қоям бүгінше. Потом келесі видеоларда осы полкаларды организация жасаймыз. Посудалар заказ беру керек, анандай. Болады ғой бүйтіп, ыдыстарда тұрады ғой бұрыштар, сондай алым кеп тұр. Оны мен пока Каспийдан таппадым. Может, Валберстан, сол жақтан или базардан көру керек па, соны іздестіру керек. Полканың ішін сүртіп алдым. Енді менде мынандай арнайы осындай пленка бар. Осы пленканы мына жерге қазір өлшеп салатын боламын. Қайшы жоқ, сол үшін пышақпен кесіп жатырмын. Приправаны да ала береді екем. Қолданатыны бар, қолданбайтыны бар. Соны қазір срок өткен, өтпегенін тексеріп, тоже ішін реттейін деп тұрмын.
Ал енді келесі бізде мына жерде екі полочка бар. Бұл полкаларды мен осындай үлкен қылып жасаттым, чтоб мына жерге құрғақ өнімдерді салу үшін. Және де астына осындай ыдыстарды қоямын деп ойлағам, үлкен тегештерді, мынандай кастроляларды. Но көріп тұрғандарыңыздай ішінің бәрі орамал да жатыр, ішінде кепсер де жатыр, барлығы аралас болып жатыр. Осының ішін енді реттеу керек. Осы тартпаны реттеп болдым. До қалай болғанын есіңізге түсіріңіздер. Ужас болып жатқан еді. Енді қазір осылай жинақталып қалды. Ал сонымен ас бөлмемізді реттестіріп жинастырып біттік. Кухня өте әдемі болып қалды, тазарып қалды, свежий болып қалды. Холодильниктің ішін босаттым, және де полкалардың ішін барлығын реттестіріп біттім. Келесі видеода енді сіздерге осы ас бөлмеге алған ыдыс аяқтарымды көрсететін боламын. Көп жылдар бойы біз квартирада тұрғандықтан үйге ыдыс аяқ деген заттарды көп алмайтынмын. Енді жаңа үйге көшіп жатқандықтан енді бірінші очередь ыдыс аяқ керек деп ыдыс аяқтардың барлығын жаңартатын боламын. Және де сол үшін келесі видеода мен сіздерге сол алған ыдыстарымды көрсетемін. Егер сізге осындай форматтағы видеолар ұнаған болса, онда лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеліп кетіңіз. Және де келесі видеода кездескенше сау болыңыз.